Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің қылмыстық құқық пәнінен өтетін тақырыбымыз қылмыстық құқық ұғымы, міндеттері, принциптері және жүйесі. Сабақтың мақсаты қылмыстық құқықты құқық саласының көпшілік құқық ретінде қарастыру. Қылмыстық құқық қоғамдағы конституциялық, азаматтық, еңбек, әкімшіліктік, қаржы салаларымен реттелетін қатынастарды қорғайды. Мысалы, меншік ең алдымен азаматтық құқық нормаларымен реттеліп қорғалады. Бірақ меншікті қылмыстық қол сұғушылықтан, мысалы келтірсек ұрлық, алаяқтық, тонау, қарақшылық, қорғау қылмыстық құқықтың міндетіне жатады. Осыған орай, қылмыстық құқықтық қатынастар бір жақты сипатта болады. Қылмыскер жазаға тартылуға тиіс, ал мемлекет сот органдары арқылы оны жазалауға құқылы. Қылмыстық құқықтың принциптері қылмыстық құқық басшылыққа алатын оның институттары мен нормалардың негізгі мазмұны мен бағытын анықтайтын бастаулар. Қылмыстық құқық қандай жетекші идеяларды ұстанады? Олардың бір қатарына санап шығуға болады. Бірақ соның ішіндегі төмендегі 9 принцип қылмыстық құқықтың басты қағидаларын қарап шығамыз. Қылмыстық құқықтың негізгі қағидаттары олар заңдылық, ізгілік, жеке бастың жауаптылығы, жазадан құтылмайтындығы, әділеттілік және айыптылық қағидаттары. Бірінші принцип бізде заңдылық принцип. Ол қылмыспен күресуді заң шеңберіндегі оның талаптарын мүлтіксіз орындай отырып жүргізуге иек артады. Ешкімде соттың үкімінсіз, яғни заңға қарсы жолмен кінәлі болып табылмайды. Келесі бізде заң алдындағы азаматтардың теңдігі принципі. Ол адамның тегіне, әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, ұлтына, тұрғылықты жеріне қарамай, заң алдында бірдей жауап беретіндігін көрсетеді. Бұны біздің заң алдындағы принципі деп атаймыз. Келесі, үшінші принцип қылмыстық жауапкершіліктің туымай қоймайтындығы принципі. Әрбір қылмыс жасаушы қолмен істегенді мойнымен көтеретін біліп жүруі тиіс. Төртіншісі принцип ол жеке жауапкершілік принципі деп аталады. Яғни қылмыс жасаған үшін заңды тұлғалардың емес, тек жеке тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын көрсетеді. Бесіншісі принцип айыпты жауаптылық принцип деп аталады. Қылмыстық әрекет үшін басқа адамдардың ата-анасы, баласы емес, нақ сол қылмысты жасаған адамды жауапқа тартумен деп аталады. Келесі бізде алтыншысы ол гуманизм принципі. Мәні кішігірім қылмыстарды алғаш жасаған адамдарға кешірім қарап, жеңіл жаза тағайындап, кейде әкімшілік жауапкершілікпен ауыстыра отырып, қылмыстық жауапкершіліктен толығымен босатудан керісінше ауыр қылмыс жасағандарға, рецидивтерге ұйымдасқан құрылымдардың мүшелеріне неғұрлым ауыр жаза қолданудан тұрады. Келесі бізде жетіншісі демократизм принципі, яғни сот төрелігін жүзеге асыру барысында істі қатысушылармен сол ауылдың басым бөлігі білетін тілде жүргізу, соттаушыларды егер қажет етсе аудармашыны, қорғаушының көмегімен қамтамасыз ету, яғни демократизм принципінің көрінісі болып табылады. Келесі бізде қылмыстық қудағалау шараларын орындау қолдану принципі,
Мемлекет құқықтық қудағалауды қылмыс жасаушының түзеудің басқа жолы қалмағанда қолдануға шарасыздан барады. Келесі бізде 9-шы принцип, ол интернационализм принципі, яғни ұлттық теңдікті бұзған үшін басқа мемлекеттің мүддесіне, халықаралық қауіпсіздікке, ұлттар арасындағы бейбітшілікке қарсы қылмыстар үшін жауапкершілік белгілейтін нормалардың көрінісі болып табылады. Енді балалар, біз бағалау, яғни рефлексия, бүгінгі сабақтан алған әсерім бойынша өз-өзімізді бағалаймыз. Яғни сіздер осы бағыт бойынша өздеріңізді қай жерге, қай бағытқа жатқызғандықтың да көрсетесіздер. Мысалы, көп жаңа мағлұмат алдым, білім толықты, білімім орташа жетілдіруім керек, сабақтан ештеңе түсінбедім деген өздеріңізді бағалайсыздар. Бағалау, яғни үйге тапсырма, тақырыпты оқу, қылмыстық түрлері тақырыбында қысқаша эссе дайындап келесіңдер. Қорытындай отыра, яғни Қазақстан Республикасы көп этносты және халық саны мемлекеттер қатарында, қылмыстың алдын алу мақсатында елімізде іс-шаралардың бірнеше түрі өтіп жатыр. Қылмыстың алдын алу, азайту, болашақ мына сіздердің қолдарыңызда, сондықтан жақсы білім алып, сол білімдеріңізді Қазақстанымызды көркейтуге жұмсаңыздар дегім келеді. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.